Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгін біз сіздермен үйде бар заттармен дайындалатын жасалу жолы өте қарапайым, бірақ дәмі деген өте керемет болып шығатын сүзбемен асқабақпен дайындалатын запеканканы бірге әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен асқабақ қажет болады. Асқабағымыздың сыртын жуып тазалап аламыз, және де өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай пісіріп алсаңыздар болады. Мен өзім 180 градустық пеште 50 минуттың көлемде духовкада пісіріп алдым. Не болмаса өздеріңіз будың көмегімен де пісірсеңіздер болады. Мінекей біздің асқабақтарымыз дайын, ал енді запеканкамызды дайындауға кірісейік. Бізге қажетті заттар: асқабақ, сүзбе, қант, жұмыртқа және де жүгері крахмалы, тағы да ванилин, не болмаса ванильді қант қолдансаңыздар да болады. Екі түрлі салма дайындаймыз. Ең алдымен асқабақпен дайындалатын салмамызға 500 грамм асқабақ, 2 дана жұмыртқа, 80 грамм қант, 20 грамм жүгері крахмалын саламыз, және де қалауларыңыз бойынша ванилин, не болмаса ванильді қант қолдансаңыздар да болады. Барлығын осылай блендердің көмегімен біркелкі болғанша езгілеп аламыз. Ал енді сүзбелі массамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге 500 грамм сүзбе, 2 дана жұмыртқа, 20 грамм жүгері крахмалы, 100 грамм қант, ванилин салып, оны да жақсылап блендердің көмегімен езгілеп аламыз. Егер де блендер болмайтын болса, басында сүзбені және де асқабақты ситадан өткізіп алып, біркелкі болғанша араластырсаңыздар да болады. Мінекей екі массамыз да дайын болды. Енді 24-ші размерлі формаға осылай шеттеріне сары май жағып аламыз, және де астына пергамент қағазын төсеп, осылай зебра пирогі сияқты кезек-кезек құйып шығамыз. Асқабақты масса, творогты масса екеуін осылай үстімен үсті құюды жалғастырамыз, біздің массамыз біткенше. Бұл уақытта біздің пешіміз 180 градуста қызып тұруы қажет. Осылай ұрып жібереміз, және де шпажканың көмегімен осылай ұзор беріп шығамыз. 180 градустық пеште 45-50 минутқа жібереміз. Оған дейін үстіне құятын заливкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге асқабақ, қаймақ, жұмыртқа және де қант қажет болады. Барлығын блендердің көмегімен біркелкі болғанша тағы да араластырып аламыз. Бұл заливкамызды піскен запеканкамыздың үстіне құйып шығамыз. Запеканкамыз осылай пісіп-піспегенін дірілдету арқылы білсеңіздер болады. Ортасы осылай дірілдеп тұрады, бұл қалыпты жағдай. Және де 170 градустық пеште тағы да 10-15 минутқа жібереміз. Суыған кезінде осылай өзі кішкене формасынан ажырап төмен қарай түседі. Бұл қалыпты жағдай, қорқып кетпейміз. Мінекей біздің запеканкамыз дайын. Асқабақ жемейтін балалардың өзі қызығып жейтін болады. Мінекей жасап көріңіздер, және де комментарияда өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.